Ашық аспан астында өткен кездесудің кезегі ауданнан 25 шақырым қашықтықта жатқан Көларық ауылдық округінде жалғасты. Ақтан Батыр атындағы ауылдың саябағында өткен жиында Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев жүргізіліп жатқан жұмыстарға ерекше тоқталып, жоспарларымен де бөлісті. Өздеріңіз көріп біліп отырсыздар, мына 6 айдың қорытындысымен қазір аудандағы көрсеткіштеріміз жақсы. Жаман емес, қосымша қаржылар алып жатырмыз. Кеше өткен аптада аймақтың басшысы ауданда болып кетті. Мына 1-2 ауылда болды. Өзекті деген мәселелер бар. Бізде мына жұмыстар кеше өтіп тұрған. Бізге бағынышты келмей жүрген заказчиктер, бізге бағынышты келмей жүрген подрядчиктер, мына Қарлан көпірі, ірі жоба, екі ортадағы жол, сосын ана мәдениет үйі қазір 2 жыл болды бітіп тұрғанына. Оның да бір келеңсіз жағдайлары бар, соның мәселелерін көтерейік, соның бәрін шешейік деп келіп, өз көзімен көріп кетті. Әйтеке би кентінде 250 орын мектеп бар еді. Оның да 1 сентябрьге біту керек, 1 декабрьде біту керек еді. Созылып кетті. Кеше 1 сентябрьге уәдесі бар еді. 1 сентябрьге ол да бітпеді. Соның төңірегінде аймақ басшысына елді аралағанда осы объектілерге сол басқармалар ғой, заказчик орындаушылар да облыстың мекемелері соның басшыларын шақырып, осыған бір талап қойсаңыз деп сол талап қойып кетті. Құдай қаласа мына екі ортаның жолын осы ноябрьге дейін бітіруді міндетіне алды. Құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Қарлан көпірінің белгіленген сомасы игеріліпті, қалған сомасы келесі жылға қалып жатыр. Одан бөлек мына кенттегі ең үлкен мәселе мәдениет үйін аяқтап іске қосу. Соған сол жерде шешім қабылдап, тапсырыс беруші басқармасы ол ана жетіспейтін кемшіліктерін бітіреді, ішіндегі жақсы әрлеу жұмыстарын жасап береді. Сыртқы енді абаттандыру не жұмыстарын бізге тапсырып, сөйтіп оны осы қазан айында қабылдап іске қосуымыз керек. Мектеп 1 қазанға бітіріп тапсырды. Осындай жұмыстармен көріп Абай ауылында болды. Өткен Абайға барғанбыз. Бізде газдың мәселесі ғой. Жылдан жылға мынау елді мекендерді қосып келе жатырмыз. Абайға амбулатория республикалық бюджеттен салынып жатыр. Соған апарып, сосын газға облыстық бюджеттен тек басталуына қаржы берген. Соны құрылыс жұмыстары жүріп жатыр, аяқтауға көмектесеміз деп соны көрсеттік. Енді біздің мына 5 ауылда магистралмен қазір осы ауылға проект жасалып жатыр. Біздің құрылыс бөлімі арқылы демеу есебінен. Оны да біз келесі жылға соны ұсынуымыз керек. Сондай мақсаттар бойынша сол әкімді апарып, сол істеліп жатқан жұмыстарымызды көрсетіп, соны қосымша қаржылар сұрадық. Енді кеше сессияда қосымша қаржылар берді, Әйтеке би кентінде істелетін жобаларымыз. Сосын бізге кешегі анау қала мен кенттің екі ортасындағы үй салып жатырмыз ғой, 50 пәтер, 25 үй. Соны аяқтауға қосымша қаржы сұрап жатыр. Ол да 450-500 миллион болатын қаржы. Сосын енді Құдай қаласа біздің көптен көтеріп жүрген мәселе, мына Самұрат Жұманышты көтеріп жүр, біздің сол жақ каналда массивте 1 ГД, 2 ГД қашыртқаларымыз. Соның жоба құжаттарын жасауға 60 миллион қаржы тағы бөлінді, биыл проектісін жасап, экспертиза шығарып ұсынау. Осындай үлкен жұмыстар. Кеше ана Өтебас каналы бізде Басқараның ар жағында ғой. Көктемде көзге су көп келген уақытта, сеңіп жүрген уақытында Өтебас каналынан 2 куб су ағатты, бітіп қалған. Соны ашуға 58 миллион қосымша қаржы алдық. Енді кеше облыс сессиясы болды. Енді аудан сессияны 22-сіне қойып отырмыз. Соған осы ақшаларды отырғызып, арман қарай жүзеге асыруға жұмыс жасаймыз деп. Енді округ бойынша келетін болсақ, өткен жол ағамыз айтып еді, маған бір шеге қағылмады деп. Жолға бір көшені есепке алып, ақшасын бөлдік. Бір көшені жарықтандыруының ақшасын бөлдік. Жаңа 2 рет адам түсіп кетті, енді бір көшені шақыруға болады. Сол соңғы ұсынған бір адам болса, соған беріп, оны бітіртіп алайық. Оның үстіне кеше бюджет комиссиясы сессияда мәдениет үйінің шатырының ұшып кеткен. Соған 2,5 миллиондай берді, соған қаржы сұрап, сонда кеше бюджет комиссияда Құдай қаласа онда жасап береді. Ауыл халқымен кездескен аудан басшысы ауылдағы бір көшеге жөндеу жұмыстары жүргізілетіндігін және алдағы уақытта жаңа балабақшаның іргетасы қаланатынын айтты. Енді
өткендегі азаматшамыздың балабақша салу жөнінде. Неде де бір балабақша салу керек тұрып қалып тұр. Себебі қазір мына балабақшаларды мектептердің тексеру қатты болып жатыр. Қазір мемлекеттік балабақшада бала саны келмейді да, жеке балабақшада баланың саны көп болып тұр. Енді бұл жерде адами фактор бар, жасыратын жоқ. Құқық қорғау органдары айналысып жатыр. Кейде баланың бастап баласының саны бекітіп алатса, соған сәйкес мемлекеттен 56 мың теңге әр балаға тапсырыс алып отыр. Сосын ата-анадан 7-8 мың теңгеден родительский взнос жинап отыр. Бойынша кезде әр балаға 6 мың алып отыр. Сонымен солардың тексеру барысында бүкіл жеке балабақшаларды тексеріп кетті. Көптеген жерде мәселе шығып жатыр. Финансовый қаржылай жымқыру. Бала жоқ, бірақ сол баланың санын алып. Соған сәйкес кішкене қазір көп осы жеке балабақшаларды кешеуілдеп қалып тұр. Бірақ уәдесінде тұр, айтып отыр, осы мәселе бір жағымыздан шықсын, тексеру болып бітті. Сосын біз келіп саламыз деген несін айтып отыр. Жерін шешіп қойдық, ана жақтан да шешіп қойдық. Біздің Құмжиектен де саламыз деп бір кәсіпкер келген. Енді мәселе қазір білім саласында тексеріп жатыр. Енді біздің Қазалы ауданында да тексеріп жатыр. Білім саласында мектептермен балабақша. Енді мынау министерство саласын тексеріп жатыр. Енді үкімет бір ретке келтіріп алу, бір жөнге қою, берілген қаржының мақсатты жұмсалуы. Ауыл халқының өзекті проблемасы жайылымдық жер мен ауыз су мәселесі. Яғни ауылға тиесілі жерге бөтен біреудің ірі қара малдары жайылып жүретін және ауыз судың уақытпен емес тұрақты берілуін ерекше назарға алуын айтты. Мысалы, еңгізде қожабағда 24 сағат ағып тұр, бәрі 3-3 күнге ақшамен төлеп отыр. Енді шілдеде ішпеген суды қай кезде ішеміз? Кеше шілденің кезінде арада үлкен келіп тұрған 500 трубадан су жетпейді бізге. Сосын 200 трубаны қосады, метровый труба. Су бір линиямен кетті. Ол кентке, мысалы, кемделікті потребленің өзі келген суын жаппайды. Сондықтан бір сағатта қойғанбыз. Ол бітті ғой қазір? Бітті ғой. Халықтың мұң-мұқтажын тыңдаған аудан басшысы қойылған сауалдарға ерекше тоқталып, кеңінен жауап беріп, шешу жолдарын қарастырды. Сонымен қатар көтерілген мәселеге орай Арал Сарбұлақ топтық су құбырын пайдаланушы Қазалы өндірістік бөлімшесі қызметкерлеріне ауыл тұрғындарына тұрақты ауыз су беру қажет екенін қатаң тапсырды.